Құлағына баланың бір дауыс келіп шулайды. Бұл не қылған дауыс деп естемістен сұрайды, айтпасына қоймайды. Сонда естеміс сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Арғасында бұл таудың Қызылбастың елі бар, айдың шалқар көлі бар. Жасыл байтақ жері бар, қанша жиған халқы бар. Қанша жиған халқына көрсетіп тұрған сәні бар. Алматы қаласы Медеу ауданы, Доман ықшам ауданы номер 72 мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысы Әбдіқаниева Арай. Қобыланды батыр жырын жаттағалы бері менің алдыма қойған мақсаттарым көбейді және сөз қорым көбейе бастады. Мен осы бәйгені жеңіп алуды алдыма мақсат етіп қойдым. Жадысын дамытып оқушылар осы жырды жаттау арқылы алға жылжуда. Тіптен бізге ата-анадан көп деген алғыс түсіп жатыр. Балам доп қуып, жазғы демалыста далада ойнайтын болса, енді алдына белгілі бір мақсат қойып, мен қайтсем де осы Қобыландыны жаттап, жетістікке жетемін, бас бәйгіне аламын деген мақсат қойып, алдына жұмыс жасауда деп алғыс айтуда. Әлбетте, бұл жырдың нұсқасы өте көп, бірақ бізге тілімізге жаттық, жеңіл деп Майрабай нұсқасын алып, жаттау үстіндеміз.